Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, шаймен ішкенге өте керемет пирог, сәбіз қосылған пирог жасайтын боламыз. Бір жасағаннан шығады. Сондықтан видеоның соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мұнда керек заттардың барлығын көрсетіп өттім. Барлық құрамды описаниеге міндетті түрде жазып өтетін боламын. Дәл сол құраммен жасаңыздар, сіздерде де өте керемет пирог шығады. Ең алдымен таза шұңғыр ыдысымызға жұмыртқаны және шым-шым тұзымызды салып, миксердің жоғарғы жылдамдығында 1 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Мұны жұмыртқаны миксерлеп алдық. 1 минутта енді қантымызды сала отырып, тағы да 4-5 минут көлемінде біздің жұмыртқалы массамыз 3 есеге дейін ұлғайғанша миксерді тоқтатпай миксерлеп аламыз. Мұны бізде жұмыртқалы массамыз 3 есеге дейін ұлғайып, осындай аппақ масса болды. Енді осы сәтте миксердің керегі жоқ бізге. Енді ары қарай сұйық майымызды құйып, осылай лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне алдын ала еленген ұнымызды және қамыр қопсытқышымызды салып, астыдан жоғары қарай араластыра отырып, барлығын біріктіретін боламыз. Мұны менде осындай масса пайда болды. Енді осы массаның үстіне үкіштің майда көзінен, кішкентай көзінен өткізілген сәбізімізді сала отырып, тағы да астыдан жоғары қарай барлық масса бір-біріне біріккенше араластырып алатын боламыз. Мұны менде барлық масса араласты. Енді осы массаны біз формаға құятын боламыз. Менде 22 диаметрлі форма. Астына осылай пергамент қағазын төсеп алдым. Сіздерде егер 20 диаметрлі форма болса, 20 диаметрлі формаға құйсаңыздар болады. Мұны енді кішкене ғана сілкіп жіберіп, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 40 минут көлемінде пирогты пісіріп алатын боламыз. Мұны менде пирог 40 минут көлемінде пісіп шықты. Пирогтың толық піскендігін осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Таяқшаларыңыз құрғақ болып шықса, пирог толықтай пісті деген сөз. Енді мұнда жан-жағын осындай спатуланың немесе пышақтың көмегімен кішкене ғана осылай жүргізіп өтеміз. Ары қарай пирогымызды осындай форманың сыртынан босататын боламыз. Мұны босатқаннан кейін пирогты толықтай суытып шаймен жесеңіздер болады, немесе ыстықтай да жесеңіздер болады. Толықтай суыту ол маңызды емес. Мұны бізде осындай биік, өте керемет пирог шықты. Мұны мен дәл қазір осы ыстық күйінде кестім. Мұны осындай өте дәмді пирог шығады. Сәбіздің дәмі аса білінбейді пирогта, сондықтан сіздер де рецепт сақтап алып міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаса, менің каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта жақсы видеолар шығатын болады. Назарларыңызға рахмет.